Қазақстандағы көпқабатты тұрғын үйлердің 32%-ы толық жөндеуді қажет етеді. Сондықтан үкімет коммуналдық саланы жаңа жүйеге көшірудің бағдарламасын іске асырып жатыр. Бұл мақсатқа ел қазынасынан 100 миллиардқа жуық теңге жұмсалады. Ал тұрғындар үйлерін өсімсіз несиеге жөндетеді. Қазынадан бөлінген қаржыны ай сайын төлеу арқылы 7 жылдың ішінде қайтаратын болады. Бұл бағдарламаның жүзеге асуы үкімет басшысының бірінші орынбасары Өмірзақ Шөкеевтің қатысуымен өткен жиында талқыланды. Шығыста қазір 5247 көп пәтерлі үй болса, оның 75%-ына жөндеу жұмысын жүргізу керек. Алғаш қанатқақты жобаға сәйкес Өскеменде үлкен 2 көшедегі 5 үй нысанаға алынды. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы пәтер кооперативіне қаржы бөліп, осы үйлер толық жөндеуден өткізді. Айналасы 2-3 айда есік терезелері ауыстырылып, ауласына балалар алаңқайы салынды. Жертөлесі тазартылып, шіріген су құбырлары алмастырылды. Тамыз айы да басталды, қарқынды жұмыс жүріп жатыр. Мына қыркүйектің аяғына дейін бітіреміз деп бізге сендіріп отыр. Біз оған қанағаттанбыз. Маған айтына қалалық әкім, облыстық әкім солар келіп күнде тексереді. Өте жақсы программа. Тұрғындар пәтер иелері кооперативмен үйді несиеге жөндеуге келісімге отырады. Бұл жерде тұрғындардың 3/2 бөлігі келісімін беруі тиіс. Тұрғын үйлер жөндеуге қазынадан бөлінген жәрдемақы мемлекетке қайтарылады. Схема финансирования. Қаржыландыру мәселесі бюджеттен Өскемен тәртіп мекемесі арқылы бөлінді. Қазір жөндеу жұмыстары 100%-ға жасалды. Одан соң тұрғындар 7 жыл ішінде сол қаржыны қайтарады. Несие емес қарызға берілді деуге болады. Бұл үйді жөндеуге 13 миллион 620 мың теңге шықты. Ал мұндай қаржыны тұрғындар төлеу мүмкін емес еді. Қазір тұрғын үйлер жөндеу және жылыту мәселесі бойынша қаржыландырудың сызбасы жасалып, сол бойынша қанатқақты жоба ретінде жұмыс атқарылуда. Бағдарлама 3 бағытты қамтиды. Біріншісі ол желілер. Жылумен, сумен, газбен қамту желілері. Қазақстан қалаларындағы басым бөлігінің тіпті 70%-ның бүгінде әбден тозығы жеткен. Сондықтан бізге шегінер жер жоқ. Біз ең басты бағыт ретінде осыны алып отырмыз. Өскеменде 19 шағын ауданда жаңа мекен бой көтеруде. Қазір мұнда бірнеше көп қабат үй салынса, болашақта аурухана, қонақ үй сияқты әлеуметтік нысандар қатар бой түзейтін болады. Сапар барысында селектік кеңес өткізген үкімет басшысының бірінші орынбасары тұрғын үй мәселелері бойынша барлық қала әкімдеріне нақты тапсырмалар жүктеді. Тұрғын үй және коммуналдық саладағы жаңа жүйе толық іске асқан жағдайда толық жөндеуді қажет ететін нысандар саны алдағы 5 жылда 22%-ға төмендесе, ал 2020 жылы 10%-ға дейін азаятын болады. Яғни жылынакай айтыс тартысы бітпейтін жеке пәтерлер кооператив иелері мен тұрғындар арасындағы мәселе толық шешімін таппақ. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Алексей Лаврик, Аслан Төлеп, ұлттық арна.